Бүгінгі видеода мен сатып алған қаруымды тексеріп көремін. Оны мен біраз нәрсеге аттым. Және де өзімнің ашық денеме де аттым. Солық түйгеннен кейін осындай болып қалды. Келесі видео тез шыққан қаласаңыздар 143 мың подписчик немесе 3 мың лайк жинап тастайық. Видео өте қызық болды сіздер үшін деп тырысып жатырмын. Аса қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет. Ал біз видеоны бастаймыз. Ол көтер атылатам. Хотя көтерме лайк бас атылатам. Баспайсың ба? Йо, бәріңе сәлем достар, сендер мәдеттегідей мен Ерді, және де көріп тұрғандарыңыздай бүгін мен осы автоматпен кішігірім эксперимент жүргізіп көретін боламын. Ал сіздерден мен көп сұрамайын. Мынандай бір қызыл кнопка көрсеңіздер, обязательно басып сұрғылып тұрсаңыздар. И потом бар, егер оны істеген болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ол маған үлкен мотивация және де көптеген қызықты видео шығаруға мотивация болушы. Ал олай болса біз бастайық. Короче, мен бірінші экспериментке просто мына стаканға ат көргім келіп жатыр. Ну, мынау көріп тұрсыздар, простой стакан. И қазір осыны ат көретін боламын. Не болады, қалай болады, қазір көреміз. Ой, кешіріңдер, мен қазір соймын біраз. Так, стаканға былай қарайтын болсақ, бәрі жері сау, бәрі нормально, ешқандай еш нәрсе болған жоқ. Так, давай тағы бір рет ат көрейік. Короче, көріп тұрғандарыңыздай, бұл стаканды чуть-чуть майыстырды, но особо тесіп, әйтпейіп еш нәрсе болған жоқ. Так что, вроде безопасный сияқты, но алдағы уақытта тағы да эксперимент жасап көреміз. Точно безопасный ма, әлде опасный ма, соны тексеріп көретін боламыз. Если что, стакан міне. Бәрі жері нормально, только чуть-чуть майыстырып жіберген, и все. Короче, кішкентай баланың өзі мына йогуртты смело теседі да. Осы жолы менің автоматым тесе ала ма, тесе алмай ма білмейміз. Короче, көретін боламыз. Айтпақшы, сендерге айтуды ұмытып кеттім. Мына арбиздың, в общем, автоматтарының оқтарын мен бір апта бойы дайындап қойған болатынмын. Короче, осының оқтары ана суда где-то бір аптадай тұрды. Бір аптада кәдімгідей үлкейеді ғой. Мысалы, алдыңғы видеода если көрген болсаңыздар, мен 1-2 сағат қойдым да, дұрыс шықпай қалып, потом бар 3-4 сағат қойған соң уже нормально шыға бастады. Енді мынау бір апта тұрды. Вроде жестко ұшу керек, хотя көрініп тұр, что жестко ұшып жатқан. Бізде тағы да бір проблема бар. Қандай проблема дейсіздер ғой? Мен мына автоматқа бір ат қойғым келіп жатыр. Но білмеймін қандай ат қоятынымды. Короче, комментке жазып кетіңдер. Кімнің осы автоматқа қойған есімі көп лайк жинайды, сол есімді осы автоматқа қоятын боламыз. И кімдікі көп лайк жинайды, соның айтқан атын қоятын боламыз осы автоматқа. И оны инстаграмда айтатын боламын. И инстаграм мне если что, подписаться еткенсеңдер болады. Давайте енді тексер көрейік. Йогурт қатып. Ой. Ничего себе. Ана жылжытты, бірақ вообще тесілмеген сияқты. Давайте біраз жақындан көрейік. Көріп тұрғандарыңызда еш нәрсе болмаған. Бәрі жері сау, бәрі нормально. Значит, арбиз автоматы особо немене қылмайтын сияқты. Менің көзім чуть-чуть болса да жетті, что бұл безопасный екеніне, бірақ та қазір мен өзіме ат көрейін деп шештім. Оғы по-любому жестко тиеді, өйткені қазір дальныйын қарап жіберіңіздер бір рет. Естіңіздер ма? Ана темірге тиіп жатыр. Уже дальностьтағы жестко ұшып жатса, значит, бұның оғының күші де мощный деген сөз. Так что қазір өзіме ат көрейін. Все, достар, артыма ат көріңіз. Что-то арқама нормально тиіп жатыр, біраз ашып жатыр ма, бір бәле қылып жатыр, бірақ та менің киімім ұстап қалып жатыр да, удардың көбісін. Давайте енді арқамды чуть-чуть ашып көрейін, сосын барып ат көріңіз, дайынсыз ба? Айба! Жаман дейді екен. Бірақ анадай қатты ауыртпайды екен да, нормально, бірақ біраз ауыртады екен. Сіздер уже адамға қалай тиетін көрдіңіздер, енді мына қолымдағы жұмыртқаға ат көретін боламын. Енді білесіздер, негізі жұмыртқа біраз слабый, но по-любому жақыннан ат көрейін бір рет болса да. Ничего себе, жұмыртқа вообще бір трещина болмаған ғой, прикиньте, емо. Значит, все-таки арбиз вообще безопасный автомат екен.
но тигенде чуть-чуть ауыртады, бірақ та айтарлықтай қатты ауыртпайды да, анандай жара салатындай ше. Но или бұл жұмыртқа қатты ма? Достар, менде энергетик бар да, сол энергетикті типа папама задание сияқты қойып көрейін деп жатырмын. Типа менің мына автоматым энергетик тесе ала ма, тесе алмай ма деп. Но бәріңіз білесіздер, что ол тесе алмайтын. Но енді не знаю, бәлкім мынаның түріне қарап мощный, түр әдемі екен деп батям тесе алады деп айтып қалуым мүмкін. Кәке, менде сізге мощный бір ұсыныс бар. Білгіңіз келе ма? Келеді. Сіз табуыңыз керек. Менің мына автоматым мына энергетикті тесе ала ма, тесе алмай ма? Егер де дұрыс тапсаңыз, онда энергетикті сізге беретін боламын. Қалай, келсіз бе? Менің автоматым бұл энергетик тесе ала ма, әлде тесе алмай ма? Тесе алмайды. Тесе алмайды? Тесе алмайды. Точно ойлайсыз? Ол менікі болады. Тесе алмайды, и ол сіздікі болады деп ойлайсыз, е? Точно? Точно. Жүріңіз онда, эксперимент көрейік. Міне энергетикті мына жаққа қойдық. Енді мен тура осы жерден тұрып атып көретін боламын. Егер де әкем осыны тесе алатын болса, уже сіздікі емес, менікі болады. А егер тесе алмайтын болса, онда сіз қазір ауыз ашқанда ішетін боласыз. Дайынсыз ба? Дайын. Ай, ойланып көрмейсіз ба? Бәлкім тесе алады шығар. Тесе алмайтын, көзім. Тесе алмайды ма? Точно ма? Точно. Бопты. Ну, енді қуанышыңызға орай мына энергетикті сіз қазір ауыз ашқанда ішетін боласыз. Қай ойып қойдыңыз вообще? Мен білемін ғой, оғы жұмсақ екен ғой. Қалай? Сізге ат көрген жоқпын ғой. Атпасаң да ораталарға тиген. Типа қатты тигенін білмегендіктен сразу неме қылдыңыз ба? Жұмсақ. Ну, жақсы жарайды, онда мәңіз. Ал енді біз экспериментті жалғастыратын боламыз. Жалпы бұл автомат бір нәрсені тесе ала ма, тесе алмай ма, или бір нәрсені бұза ала ма, о үшін соны көретін боламыз. Кеттік. Сіздер білесіздер, шарик ол ең жұмсақ зат. Короче, оған біраз чуть-чуть болса да бір үшкір зат тикетсе, сразу сынып қидады. А тем более автоматтың анандай жесткий деген қатты жесткий емес, нормальный бір уроны тисе, онда точно жарылу керек. Короче, енді соңғы үмітіміз осы да. Автомат против шарик. Шарикті жеңе ала ма, жеңе алмай ма, короче, қазір көретін боламыз. Короче, атамыз енді дайындалыңыздар. 1, 2. Блин, короче, көрдіңіздер. Даже шарикті де тесе алмайтын автомат. Ман, настолько безопасный ма мынау сонда? Вообще тесе алатын заты бар ма мынаның? Оқтар айланып кеп өзіме тиіп жатыр. Короче, мынау вообще тесе алмай жатыр. Енді біздің соңғы бір зат қалды. Если оны да теспесе, значит полный безопасный деген сөз. И потом бір смело бір-біріңмен атысып ойнай беруге болады. Короче, ол қағаз. Короче, енді бұл автомат мынаны тесе алмаса білмеймін енді. Короче, осыны тескізіп көретін боламын. Мен былай екі жақтан осы салфетканы тартып ұстап тұратын боламын. Яқта мамам, короче, мына автоматпен атып көретін болады. Короче, енді мен ат көретін болам. Екеуін қабаттап ат көретін боламыз қазір. И қатты ұстасаңшы, тесіліп жіберді ма? Тесті ғой. Ой. Болды. Болды. Ма қағаз, короче, сулап бір бәле қылып тесіп жіберді. Ну, короче, осылай болды. Короче, экспериментіміз осылай аяқталатын болады. Сіздерме әдеттегідей болған мен ерді. Ай, ұнап атса лайк бастыңыздар. Болды. Бәріңе давайте.